Достар, мына Тобыш ағаның үйіне келдім. Аға, саламатсыз ба? Жасыңыз қаншада? Қашаннан бері мынандай елефті ішіп атсыз, тамағымызды бөлісіп кетсін, шашыңыз қарайып жатыр деп естіп жатырмыз. Ну-ка. Жасыңыз қаншада, аға? 78-де. 78? Алда өтірік қой, сенбей қоймасам біреулер. Иә, мынандайды жағып беріп жатыр ма, жапсырып? Бір ай бола қойған жоқ қой әлі. Қандай нәрсе сезініп жатсыз өзіңіз? Жақсы. Күш қуат, жүгіріп жүрсіз ба? Үйге кірмей. Дем қысатын еді, ол қойып келе жатыр енді. Қай жеріңіз? Дем қысатын еді. Ол қояды, дышка, тағы қандай әсерлер байқап жатсыз? Аяққа да тәсір етіп жатыр. Аяқ ауыратын еді. Иә, әсер етеді, аға, керемет. Бел ауырып жатыр еді, қағазын жабыстырып жатырмыз. Мынандай жапсырып қойсаңыз, ол да бір пайдасы тиіп жатыр, иә? Болды? Беліме аяқ қояды, шаршатады. Дем қысады. Дем қысан қойып келеді, Құдайға шүкір. Болды, аға. 100-ге келіңіз, 100-ге де келіп жатыр, 90-дағы атам да, 95-тегі апам да ішіп жатыр. Сізде, әйтеуір Құдай күш қуат берсе болды ғой, шапқылап жүргенге не жетсін, иә? Иә, албай айтқаның. Рахмет, аға. Меркіде қайда? Меркіде тұрасыз ғой, иә? Меркінің тура қақ ортасында, базардың қақ түбінде. Торғайға бір. Ана, Торғайға бір.